Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен пәтір нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтке кішкентай қасықта ашытқы салып, оның үстіне үлкен қасықта құмшекер саламыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырып, бетін полиэтилен пакетпен жауып, шетке шамалы көтерілуге алып қоямыз. Енді дайындап алған ұнның үстіне тұз, үлкен қасықта тұз салып, оның үстіне шамалы көтерілген сүтті құямыз. Сары май саламыз. Менде мына жерде 200 грамм сары май кетті. Өздеріңіз азғантай жасағыларыңыз келсе, азғантайлап етіп жасасаңыздар да болады. 4 жұмыртқа. Барлығын жақсылап араластырып, қамырды илеп, бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз кішкентай ғана көтерілсе жетеді. Міне кішкентай ғана көтерілді қамыр. Енді бұл қамырды бөліктерге бөліп, әдемі қылып зуала жасап аламыз пәтір нанымыз үшін. Зуаламыздың барлығы бірдей болып шығу керек. Сол кезде пәтір нанның бәрі біркелкі болып, әдемі болып шығады. Міне бөліп алдық. Енді қолдың көмегімен осылай етіп зуала жасаймыз. Зуалалардың бәрін жасап, бір шетке алып қоямыз. Бетін жауып, пакетпен кішкентай демалу керек. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, видеомды соңына дейін көріп кетіңіздер. Әлі түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Міне, енді жасап қойған зуаламызды жайып бастаймыз. Кішкене демалды. Пәтір нанның қамыры шамалы қаттылау болған соң, қолда жаюға ыңғайсыздау болады. Оқтаудың көмегімен үлкейтіп жайып алсаңыздар да болады. Міне жайылып шықты. Шеттерін әдемілеп, формалар келтіріп, қолдарыңызбен шымшып, әдемі қылып дайындап алсаңыздар да болады. Істемесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз әдемі болып шығу үшін жасадым мен. Осылай етіп, қолдың көмегімен жасап аламыз. Үстінен де дүкінің көмегімен гүлдердің суреті бар дүкімен қатты басып дүкілеп шығамыз. Енді ортасы көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегімен шамалы тесіп шығасыздар. Соның кейін үстіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Қып-қызыл болып, әдемі болып пісу үшін. Мен бетіне күнжіт септім. Басқаларына қара зереде септім. Әдемілеп гүлдеп жасап, әдемі алып шығарсаңыздар болады. Өздеріңіздің фантазияларыңыз ар жағы. Жасап көрсеңіздер болады. Күмбірлеп тұратын ауызда. Дәмді пәтір болған ас болсын.